Шеңбердің ұзындығы, дөңгелектің ауданы, шар және сфера. Біз 5-ші сыныпта шеңбер мен дөңгелек деген екі ұғыммен танысқан болатынбыз. Олардың элементтерін өттік, айырмашылығын өттік. Қазір бірінші біздер соларды еске түсіріп алайық. Бізде шеңбер дегеніміз ол жай ғана сызық деп айттық, иә? Яғни оның ортасы жоқ деп айтқанбыз, немесе сақина сияқты деп айтқанбыз. Ал дөңгелек дегеніміз ол бізде ортасы бар. Мысалға біздер қағазға осындай шеңбер сызып алып тұрып оны қиятын болсақ, онда бізде дөңгелек қағаз пайда болады. Яғни оның ортасы тесік емес деп айтқанбыз. Шеңбер мен дөңгелектің айырмашылығы осы дедік. Одан кейін оның элементтерін өттік, элементтерін еске түсірейік. Бізде шеңбер мен дөңгелектің ең бірінші элементі ол центр деп айтқанбыз. Шамамен центр мына болсын, иә? Оны біздер О деген нүктемен белгілегенбіз. О деген әріппен нүктені. Ал енді одан кейін біздер шеңбер мен дөңгелектің радиусы болады деп айтқанбыз. Яғни бұл бізде R. Одан кейін бұл бізде радиусы центр менен шеңбердің бойындағы кез келген нүктені қосатын сызық. Одан кейін бізде диаметр деген болған. Мен алайын да бұлайны сайын. Бұл бізде диаметр дегеніміз шеңбердің центрі арқылы өтетін ең үлкен сызық. Немесе біздер сызықты мына жерге сызықта болады, ол бізде хорда болған. Ал центрі арқылы өтетін болса, ол бізде диаметр деп айтқанбыз. Яғни ең үлкен хорда деп те айтқанбыз. Одан бөлек бізде сектор деген ұғым болатын, оған қазірше керек емес. Ал енді мен сендерге бүгін шеңбердің ұзындығы мен дөңгелектің ауданын өтемін. Бізде қарап тұрсыңдар, шеңбердің ұзындығы деп тұр. Шеңбер ол бізде жай ғана жіп деп айтқан мен, иә? Мен орталарындағын өшіріп тастайын. Жай ғана жіп деп айтқан. Бізде жіптің ұзындығы бар ғой. Демек бізде шеңбердің де ұзындығы бар. Оны біздер мысалға стаканның жоғарғы жағына жіпті былай айналдыра жабыстырып шығып, одан кейін сол жіптің ұзындығын өлшесек, ол бізде шеңбердің ұзындығы шығады. Бірақ біздер кез келген шеңбердің ұзындығын олай жіп арқылы өлшей алмаймыз. Сондықтан бізге формула керек болады. Бізде былай жазайын. Шеңбердің ұзындығын табу үшін біздер оны С деген әріппен белгілейміз. Оны табу үшін бізге мынандай нәрсе керек. Мынандай формула керек. 2 пи R деп оқимыз бұны біздер. R дегеніміз өткен жыл өткен кәдімгі жай ғана радиусымыз біздің. Ал енді мына жақтағы ортадағы пи деген не деген десіңдер? Бұл бізде пи деген 3,14 деген сан. Бұл нақты сан емес, бұл шамамен 3,14. Бұл бізде қайдан шыққан сан десіңдер? Біздер кез келген шеңбердің ұзындығын алып, мысалы жіп арқылы өлшейтін болсақ, оны біздер екі тал радиусқа, немесе екі радиус дегеніміз диаметр ғой. Диаметрге бөлетін болсақ, әр қашан 3,14 деген сан шыға береді. Ол мейлі үлкен шеңбер болсын, кіші шеңбер болсын, осындай шеңбердің ұзындығын жіп арқылы немесе басқа нәрсе арқылы өлшеп алып тұрып, оны диаметрге бөлсек 3,14 деген сан шығады. Сондықтан біз бұны формулаға қостық. Яғни, егер де бізде мысал айтып жіберейін, иә? Мынау бізде шеңберіміздің радиусы болсын. Ол бізде мысалы 3 сантиметр болсын, иә? Енді егер мына шеңбердің ұзындығын табатын болсақ, С тең 2-ні көбейтеміз пиға, пи деп оқимыз біз бұны, ол міндетті түрде 3,14 болады. Және оны көбейтеміз R-ға. R дегеніміз 3 сантиметр. Сонда бізде 2 үшім 6, оны көбейтеміз 3,14-ке. Баған түрінде көбейтетін болсақ, мына жерге көбейтейін, кейін өшіріп тастаймын, 3,14-ті көбейтейік 6-ға. 6 4-ім 24, 2 ойда, 6 1-ім 6, 7 8 ойдағы мен, 6 3-ім 18. Яғни 18,84-ке тең. Немесе радиусы 3 сантиметр болатын стаканның айналдырғанда жіптің ұзындығы осындай сантиметр шығу керек деген сөз. Ал енді бізде келесі формуламыз дөңгелектің ауданы. Біздер дөңгелекті мен жаңағы айтқан ортасы тесік емес болады деп, ол қағаз болуы мүмкін, немесе бақша болуы мүмкін. Бақшамыз бізде гүлдеген жеріміз дөңгелек қой. Біз оны шеңбер деп айта алмаймыз, біз оны ортасына гүлдегенбіз. Яғни оның ортасы бар деген сөз. Яғни бізде дөңгелекте тек қана аудан болады. Бізде дөңгелектің ұзындығы деген болмайды, немесе шеңбердің ауданы деген болмайды. Бізде шеңбердің ұзындығы ғана болады.
немесе дөңгелектің ауданы ғана болады. Енді мен сендерге былай істейін. Мына жерге мен тағы бір дөңгелек сызайын, оны кішірек қылып. Осылай істеп, қара емес, жақсы қызыл жасап қойайын. Мен мынаны шамамен теңестірейін. Ал енді бұл бізде дөңгелек. Міне. Енді осы дөңгелек қағаздың, дөңгелек жеріміздің ауданын табайық. Ол үшін бізге мынандай формула керек болады. Біздер ауданды әрқашан S деген әріппен белгілейміз. Бізде төрт бұрыштың ауданы болсын, басқа нәрсенің ауданы болсын, S деп жазамыз ғой. Тура сол сияқты дөңгелектің ауданы да S. Оны табу үшін біздер пи көбейтеміз. Бағанағы пиіміз енді радиустың квадратына көбейтеміз. Бұл бізде формула осындай. Мысалға біздің мынау дөңгелек қағазымыз болсын, соның радиусын алайық. Бізде радиусы мысалға 2 сантиметр болсын делік. Яғни радиус 2 сантиметр болатын қағазымыз, соның ауданын тауып көрейік. Яғни S тең 3π дегеніміз бізде 3,14 деп аламыз әрқашан. Оны көбейтеміз R-дің квадратына, яғни 2-ның квадраты бізде 4. Сонда біз 3,14-ті 4-ке көбейтуіміз керек. Яғни 3,14-ті 4-ке көбейтуіміз керек. 4 16 бір ойда, 4 ойдағымен 5 болады. 4 үшін 12. Өтір мына жерде тұрады. Яғни 12,56-ға тең. 56 бізде сантиметр квадрат болады. Енді демек сендер мына екі формуланы жаттап алуларың керек. Мен мынаны қоршап қойын. Былай істейін. Сендердің бірінші формулаларың, менен сплошной емес, неттей салайын. Бұл сендердің бірінші формулаларың, ал мынау екінші формулаларың. Осы екі формуланы сендер ұмытқанмауларың керек. Енді бұларды еске сақтау үшін былай ойласақ болады. Мына жерде PR бар, мына жерде PR бар. Екі немесе мына жерінде тұрады, немесе мына жерінде тұрады. Екеуінің ұқсастығы сол. Осылай жаттап алсаңдар өздеріңе оңай болады. Бұл енді дөңгелектің ауданы өттік, енді шар мен сфера. Бізде екеуінің, мысалға шеңбер мен дөңгелек сияқты, оларда сфера дегеніміз ол бізде шар сияқты. Яғни сфера дегеніміз ол ортасы тесік болады, ал шардың керісінше ортасы тесік болмайды, дөңгелек сияқты. Ол мысалға бізде доп, оның ортасы тесік. Біз оны сфера деп айтсақ болады. Ал жерді біздер шар деп айтсақ болады. Себебі жеріміздің ортасы тесік емес қой. Яғни біздер жер шары деп айтамыз. Немесе доп, мысалы, тағы не бар? Бізде былай қайтса болады. 3D деп айтады ғой бізде. Мысалы, мен мына жерден көрсетсем болады. Мына жаққа сызайын. Міне. Бұл бізде егерде ортасы тесік болатын болса, онда ол бізде сфера болады. Ал егер ортасы тесік емес болатын болса, онда ол бізде шар болады. Екеуінің айырмашылығы осы ғана. Бұны бірақ сендер бұның формуласын қазір өтпесіңдер, не екенін өтсеңдер ғана түсінікті. Мынаны осы айналдырсақ та болады мысалға. Қазір айналып жатыр. Бірақ сендерге ол көрінбеуі мүмкін. Яғни бұл бізде шар деген сөз. Немесе сфера деген. Мен қазір бұны анықтай алмаймын. Ішінде іші қуыс па, қуыс емес па. Бірақ сендер главное не екенін білсеңдер болды. Осы шар мен сфераның айырмашылығын білсеңдер болды. Егер де сендерге тақырып түсінікті болса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңдер. Менің каналымда осы барлық сыныпқа, барлық тақырыпқа осындай түсіндірме видеолар болады, және есептерге мысалдар болады.